Баршаңызға қайырлы күн. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Бүгінгі сабағымыз артикль туралы. Артикль аударылмайды. Артикль не үшін қажет? Оның негізгі қызметі заттың белгілі немесе белгісіздігін көрсету болып табылады. Ереже бойынша ағылшын тілінде артикльдің 3 түрі бар. Біріншісі indefinite article, белгісіз артикль, an артикльдері. Екіншісі definite article, белгілілікті білдіретін артикль the. Және де үшіншісі zero article немесе нөлдік артикль, яғни қолданылмайтын жағдай. Артикль зат есімдердің алдында қолданылады және оны анықтап тұрады дедік. Мысалы, a table, the pen. Артикль белгілі бір зат есіммен байланысты. Егер зат есімнің алдында анықтаушы болса, онда артикль олардың алдында тұрады, яғни сипаттайтыны болса. Бұл жағдайда артикль сын есімнің алдына шығып кетеді. A new house, a big apple. Белгісіз артикль an ертеде one деп айтылған. Тілдің дамуына, ыңғайына қарай an болып өзгерген. Саналатын зат есімдердің жекеше түрінде қолданылады. Мағынасы қандайда бір, кез келген. A pen, an apple. For example, take a pen, not 2 pens. Дауыссыз дыбыстардың алдында артиклі қолданылады. For example, a table, a dictionary, a big apple. Ал дауысты дыбыстардың алдында an артиклі қолданылады. An apple, an orange, an hour, an yellow pencil. Белгілілік артиклі the, бұл, осы деген сөздерден шыққан. Оның бірнеше қолданылу ережелері бар, сонымен танысайық. Мынадай жағдайларда the артиклі қолданылады. Күшейтпелі сын есімдердің алдында тұрса, мысалы the best, the most interesting. Реттік сан есімдердің алдында бірінші, екінші деген, яғни the first, the fourth, the tenth. Әңгімеде қайталанатын зат есімдердің алдында, мысалы I have a computer, the computer is new. Менде компьютер бар, компьютер жаңа. Біз 2 рет қайталадық. Саналатын зат есімдердің көпше түрінде the students, the books, the buses. Өзен, көл, мұхит, арал, тау аттарының алдында the артиклі қолданылады. The Mississippi River, the Amazon River, the Pacific Ocean. Газет, журналдар, саяси ұйымдар мен қонақүй атауларының алдында да the артиклі қолданылады. Мысалы, the Washington Post, the Republican Party. Театр, мұражай, мейрамхана, дүкен атауларының алдында да the артиклі қолданылады. The Avezov Theatre, the British Museum. Штаттар, территориялар мен аудандар алдында the артиклі қолданылады. The United States of America, the United Kingdom. Әлемдегі жалғыз кездесетін зат есімдердің алдында үнемі қолданылады. Олар the sun, the moon, the sky, the world, the earth. Сондай-ақ артикльдерді қолданылмайтын жағдайлар да бар. Мысалы, есімдердің алдында Нұрасыл, Айша. Қалалар мен елдердің атауларында Казахстан, Шымкент, Алматы. Саналмайтын зат есімдердің алдында water, coffee, bread, milk, etc. Сондай-ақ ай, апта күндерінің алдында артикль қоймаймыз. Monday, Sunday, April, November. Құрлықтардың алдында қолданылмайды. Europe, Asia, North America, South America, Africa, Australia, Antarctica. Мынадай зат есімдермен де артикль қолданылмайды. Weather, money, news, fun, nature, information, advice, space, health. Ғылыми дәрежемен атағанда ешқандай артикль қолданылмайды. For example, Dr. White, Professor Black. Сондай-ақ абстрактілі және зат атаулы зат есімдері жалпы мағынада. Gold, hope, music, etc. Зат есімнің алдында тәуелді есімдігі тұрса, мысалы John's house, Джонның үйі, my room, менің бөлмем. Бірінші жаттығуда қажет болған жерге an артиклінің бірін қойып, оқып шығыңыз. Келесі тапсырма артиклдің бірін қойып, сөйлемдерді толықтырып жазыңыз. Арнама тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп қойыңыздар. See you next time.